Шұғыл шаруамен атын естіп, бірақ затын көрмеген невидимка бастықты іздеп келем. Құмай тазыдай таптырмайтын Басекеңнің кеңсесінің алдына да жеттім. Лимузиннен түсіп жатыр деп ойлап қалмаңдар. Әрине жаяу. Зәулім ғимарат, үкімет үйі. Басында тозығы жетіп, әр жерінен жыртылған, түсі мокыр асфальтқа айналған, желбірей алмай тұрған бейшара байрақ. Қолдан салған суреттегі елтаңбадағы аттың басы шахматтағы атқа ұқсайды. Тіркелдің бе? Шақыртты ма? Танысысың ба? Не шар ба? Атың кім деп өңмені итеріп оқыранып ақырандыр кіргізбейді. Мен ғой, Қытымыр Бетке Ұраров деп, олар менде келістім әйтеуір. Мені емтиханға жіберіп тұрғандай. Кіре алсаң бағыңды сынап көр деп олар есік аузында қалды. Ретін таптым-ау деп мәз болып ішке ене беріп едім. Приемныйда ақырынан да бетер мұрны қоңқиған, армян секілді байлаулы бір қыз отыр екен. Аулаға адам кіргізбейтін бұл қыз төбет қожайынға өте адал екен. Бұтта мини-юбка, еден жуатын тряпканы амалсыздан орап алған сияқты. Құлақтағы объемы 8 сантиметрлік дөңгелек шығыршақ сырғаны өгіздің танауына тағып қоюға болады. Үстіндегі кіндігіне жетпейтін, ар жағындағы Сомалидің адамдарыныкіндей ырсиған қабырғалар анық көрсетіп тұрған рентгенопрозрачный селдір көйлегі қосанарын басын зорға бітеп тұр. Аллаға шүкір, үш анар қылып жаратпағанына. Әйтпесе үшіншісі ортасынан төгіліп жүретін еді. Кубинский шүртиген ерін қызыл емес, қарамен бояған. Шашы Лолитанікіндей. Мұрнының түбіне өтірік мен бар. Еркек тарту үшін жасап жүрген абалы ғой, бейбақтың. Қайдан білсін, көрген еркек мынандай қоқиғазға ғашық емес, керісінше 7 шақырым қашық жүретін. Денесі дәу, негір секілді. Әй, осы шынымен де шатыспа деймін, бірақ біздің ауылға негір келіп көрмеген. Түрі сұсты. Көзін үнді жұлдызы раққаға құсап бояған. Сықпытынан 80 уәсі сескенетіндей. Халықтың зәре-құтын ұшыратын мұндайларды жұмысқа әдейі алады-ау деймін. Дауысы еркектердікіндей. Мұның қасында Ерлан Біләлдің дауысы нәп-нәзік. Нәзіктік сипат нәсілінде, яғни жататасында болмаған секілді сөзі зіл. Зірк-зірк еткенде аузынан шыққан түкіріктер Максим пулеметінен атылған зеңбілектей жан-жаққа ұшады. Халыққа әбден танымал болған герой екен. Келген адам кәдімгідей именіп, есіктен басым соғып қана жөн сұрайды екен. Мен қайдан білейін? Приемныға кіріп кетіппін. Үстінде капюшоны бар мекеменің қап-қалың қан түстес қып-қызыл курткасы бар еді. Сичим деген жазуына қарап, мені итальянстарға подрядчик деп ойлап қалды-ау деймін. Мұндай көк құтанмен бірінші кездесуім. Қызылды көріп, қаны қызған испан бұқасында екі көзі аларып кетті. Танау түтіндеп, тұяғын тарпып әуіп дегенен пулемет іске қосылды. Бірінші адын секіге қойып, артынан автоматикаға ауысып кетті-ау деймін. Тазалықтың қадірін білетін кісіше. Мына жерді жаңа ғана жуып кетті. Есікті неге қақпайсың? Артыңды неге жаппайсың? Киіміңді неге шешпейсің? Жазуды неге көрмейсің? Цивилизация қайда? Тупорылая деревня. А ну марш отсюда, чтобы твой дух здесь не было. Вообще-то сен кімсің? Охрана. Деп долығыз оқты себелей жөнелді. Граната лақтырмағанына шүкір. Тура 40 жылдың 22 июні. Анау шынымен де Мұхаммед Алидің боксер қызы сияқты. Соқса оңдырмайды. Қыздан таяқ жеп жазым болып ұятқа қалар мынау. Мен шындығында дверь хлопать деген жазудан басқа ешнәрсе көрмеген сияқтымын. Одан да есік сыртына зверю не прикасаться, болмаса зверю не провоцировать деп жазып қойса, сәлде болса түсінікті болар ме еді. Көмекшісі мынандай бастыққа кіруге дәтім шыдамай кетті. Кенет қоңырау шырылдай жөнелді. Қатты қыз. Алло, деп жұмсара кетті. Құдай сақтап, соғыс уақытша тоқтай қалды. Перекур, әбет. Соғыс енді жалғасса аман қалмайтын болармын. Қызды бастық бір жерге жұмсаған болуы керек. Іле-шала сырт киімін қолына ұстап, маған ала көзімен бір қарап, трактормен плуг соққыға сүйреткендей етіп,
Мені коридорға шығарып жіберіп, өзі далаға жүгіре жөнелді. Қазір стрелок интеллигентқа келіп қалар. Тез кіріп шығайыншы деп шансты пайдаланған шапқара бастықтың бірінші есігіне тез кіремін деп қабат орналасқан екінші есігіне басын соқты. Оқасы жоқ. Пулеметтің оғы тимесе болды. Бастыққа барғанша 5-6 метрдей жерге жалғыз аяқ кілем төселген екен. Креслода жұмыртқа басып отырғандай жайғасып алған атақаз отыр. Психолог Жанна ханымдікінен де сирек алты түйір шашының үшеуін оң, үшеуін сол жаққа қайырып қойған. Иманғали Нұртілеу ағамыз құсап, көзілдірігін мұрнының үстіне таққан. Тәкаппарлығы түрінен белгілі болды. Мен жек көретін тиын тістеген бақалар мені бұл жерден де қарсы алды. Өкініп қайдан келгенімде салдым. Менің өмірімде осындай катастрофалар жиі кездесіп тұрады. Елімнің көк байрағының қасында бастықтың мақтау қағаздары ілініп тұр. Бұны кім, не деп мақтап жүр екен? Көп пара берген үшін болар. Бюрократ Капай газет оқып отыр. Шымкенттен шыққан қызық газет. Байқап қалдым, тақырыбы жезөкшенің сыры. Сол хикаяның желісіне әбден түсіп кеткен. Мазасын алып, кайфын бұзуға болмайды. Бұзсаң шаруаң бітпейді. Маған зерде салмады. Менің мұнда келгендегі мақсатым жеке басымның қамы емес. Өз шаруам үшін өмір ешкімге жәрдем сұрап, ешкімге бас иіп көрген адам емеспін. Шаруам елімнің, халқымның, тілім мен жерімнің, дінімнің мәселесі еді. Бірақ мынандай күйде отырған орынгүлдер ұлттың қамы мен елдің мұңын не қылсын? Сәлематсыз ба? Екі ерінің үстіңгісінде жан жоқ. Асты шала жансар пробкасы ашқан аккумулятордың электролит кислотасындай жыбырлағандай болды. Бұл уағалейкумассалам деген деп топшыладым. Қысқасы не керек? 15 минут үнсіздіктен кейін мен айтайын деп тұрған нәрсемді ұмытып қалдым. Үмітім өшті. Қашан отырамын? Уақыт алтын. Ерігіп жүрген ешкім жоқ мына қақаған аязда. Өзі сынақ үшін жіберілген жаман пенде мені сынап отыр. Жақсы сонда деп орнымнан тұрып кете бардым. Сейчас, хочешь я тебе кое-что скажу? Ты совсем неграмотный человек. Чё, рожу хотела показать? Сен мені жақсылап түсін, деді жаңағы жұмыртқа бас отырған мүсін. Бұл глухонемойға айт не, жарға айт не фарқы жоқ. Ойымды айтпаған қандай тамаша болды. Егер бұл мәселе дәл осы жерде айтылғанда, Египет Сириядағыдай соғыс басталып, бастықтың өзі мені гранатометпен ататын еді. Неге десем, сөз иесі емес. Айт әңгіме ұққанға, айтып айтпай не керек? Құлаққа мақта тыққанда деген осы болды. Расында да осылар зиялы қауым. Елге елеусіз емес, халық қалаулысы деп аталады ғой. Бұл әйел бұл орынға қалай отырған? Мұны шынымен де халық сайлады ма? Егер халық сайласа, олар өзін сайлаған сол халықпен неге мұндай мәміледе болады? Келіскен екенбіз. Бірақ олардың өмірлерінің мәнді өтіп жатырғандарына да шамалы ғой. Осы әйелдің күні түні түнеп, әуледен сұрап алған жалғыз түйір дочкасы, он мне изменил деп уксус ішіп, алмас шайнап бір өлімнен қалған екен. Қайғысы жуамын деп кейін маскүнем болды. Артынан дәрежесі өсіп, қазір наркоманка. Түрікке күйеуге шыққан жалғыз жиенің аты Кенан. Бұл ұрпақ біздің елді көкетеді деп ойламай-ақ қойыңыз. Менің бұл мақаламды оқыған осы әңгіменің кейіпкері өзінің ісін түсінер бәлкім. Мен таң қаламын. Неге елдің, ұлттың жауы ел билейді де, ал ұлтым дегендер ұлтараққа аяққа тапталып өмір сүреді? Енді не істеймін? Кімге айтамын? Және мені кім тыңдайды? Кеңседен шығып келе жатырмын. Охрандар, шаруа бітті ме? дейді. Әрине бітті, бір мақала дайын. Көңілді қайғымен қырғыздың кімге барып мұңымды айтам, кімге барып сырымды айтам, кімге барып өтінем деген өлеңін айтуға тура келді. Егер Мұзарт ренжімесе. Автор Тұрар Шапқара. Оқыған Лаура Қосыбаева.